Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге парафино-азокеритовая смесь, яғни парафин мен азокериттің қоспасы туралы өте қызықты ақпараттар айтатын боламын. Қараңыз, парафино-азокеритовая қоспа бұл көбінде буын ауруларында, әртүрлі жарақаттарда, сіңірдің қатаюларында сол жердегі суықты алу үшін, тіндерді жұмсарту үшін және қан айналымды жақсарту үшін қолданылады. Енді қараңыз, мынау кәдімгі парафин. Егер сіз тек қана парафиннің өзін қолданатын болсаңыз, бұл құрамда ешқандай элементтер болмайды және тез қатып қалады. Яғни сіз ертіп қойған кезде парафин жылуды ұзаққа ұстай алмайды. Сондықтан да бұның қасына осындай азокерит деген қоспа көмекке келеді. Азокерит қоспасының парафинге қарағанда құрамында өте көп элементтер болады. Тау жынысынан алынатын шикізат, пластичность, яғни парафинге пластилинообразный жұмсақтық беру үшін және сол парафиннің жылуын ұзаққа ұстау үшін біз міндетті түрде дәл осы азокерит қоспасын қосуымыз керек. Сонда мына екі қоспаны қосып дайындаған кезде бізде азокеритово-парафиновый қоспа пайда болады. Дәл сол қоспаны біз парафинотерапияда қолданамыз. Біздің Ахмедияр медициналық орталығында дәл осындай азокеритово-парафиновый смесь, яғни қоспалар бар. Бұлар дайын, құрамы реттелген. Егер сіз на дому алып жұмыс істеймін десеңіз де, мынау пакетімен ыстық суда ертіп, пациентке қоя берсеңіз болады. Бірақ біз әрине реабилитационный физиотерапиялық орталық болғаннан кейін міндетті түрде жалаңаш денеге мынау целлофансыз қоямыз. Себебі азокериттің құрамында әртүрлі эфир майлары, элементтер болады. Солар адамның денесіне тікелей жанасқан кезде едәуір нәтижені жақсы көрсетеді. Біздің парафиновая зонамыз. Парафиновая зона міндетті түрде ыңғайлы болу керек жұмыс істегеніңізге, себебі парафинмен жұмыс істегенде үстіңізге шашырайды, кішкене енді былғап қою мүмкін. Сондықтан мынандай столдардың бәрін міндетті түрде жабдықтап, арнайы пленкаларын болмаса жаңағы шыт матадан төсеп дайындап аласыз. Бізде көріп тұрғаныңыздай парафино нагревательдердің неше түрлісі бар. Мынау мысалға 10 литрлік, мынау бізде 5 литрлік. Бәрі қолдануға ыңғайлы. Мына жерге мысалға көбірек парафин кетеді. Міне даже толғанын көрсетейін сіздерге. Мынаның ішінде бізде уже парафин толып тұр. Міне, тола парафин. Егер пациентім көп десеңіз, сонда осы 10 литрліктер ыңғайлы болады. Пациентім азырақ десеңіздер, 5 литрліктер ыңғайлы. Осылай кептіріп, парафино нагревательді ертіп жұмыс жасайсыз. Ал енді процесті мен сізге келесі видеода көрсетемін. Міне, парафинді осындай ыдысына ертесіздер, толық. Тура мынандай сұйық болып береді. Мынау бізде арнайы ыдыстар. Сол ыдыстарға, кәдімгі ашып қарасаңыздар, міне противень ыдыстар. Сол ыдыстарға кәдімгідей міне бұлай ағызып, ағызыңызшы. Мынау ерігеннен кейін тоққа тығылып тұр, міне осылай ағады. Болды, өшіре салыңыз. Өстіп ағызамызда, өстіп емкостарға толықтырасыздар. И мынандай вентиляторымыз бар. Өстіп қойып қоямыз, 15-20 минутта бұл парафиніміз қатаяды. Енді осындай кезеңде сіздер парафиннің қатқанын міне осылай алақанмен басу арқылы білесіздер. Осындай із қалу керек. Демек, парафиніміз дайын, адам денесіне қоя беруге болады. Назар аударыңыз. Парафин қойылатын жерде адам денесінде ешқандай қызарулар, бөртулер, жаралар болмау керек. Дайын болған парафинді адамның ауыратын жеріне әкеліп қойып, жақсылап қымтап 30-40 минутқа орап тастайсыз. Кейін парафинді алғаннан кейін адам денесі өстіп әбден терлейді. Міндетті түрде жылы киініп алғаны жөн.